Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге шынайы оқиғалар желісімен түсірілген Баруттың үйі атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Амит Барут атты еркектің үйінде мерекелік шараға байланысты туыстар жиналып көңілді отырады. Оның қызы Шреяның іші пысып ойнағысы келіп, ағасы маларға тығылмашақ ойнайсың ба десе, ол қолы бос еместігін айтады. Кейін көкесі Аджайды көріп, оны да ойынға шақырып, Шрея, сен тығыл, мен сені іздеймін деп жібереді. Қыз қоқыс жәшігіне тығылып, ол жерден оны біреу тауып, кейін көлік артына жасырынады. Бірақ көлікте жүріп көрініп қалады. Болмаған соң ол көшеде шамдарын ұстаған адамдары арасына кіріп, олармен бірге мазарға жетеді. Шамдарын молабасына қойып, өздері кеткенде қыз мазардағы бір тастың артына тығылады. Сол кезде оны біреу аңдығандай білдірмей жақындап, қыздың басынан бір соққылайды. Басы қанаған қыз оны танығандай, мен анама айтып беремін дегенде, тағы да ұрып оны өлтіреді. Үйде барлығы селфиге түсеміз деп, маларды Шрея мен Шрут дейді, яғни қарындастарын шақырып кел деп жұмсап, осы жерде Шреяның жоқ екендігін біліп, оны іздей бастайды. Бірақ нәтиже болмай, ертесіне Шрея табылды деген суық хабар жетіп, мазарда жатқан қыздарын көріп, анасы жан даусымен шыңғырып келеді. Үйлеріне кіргізгенде малар қарындасының ойнайсың ба деген сөзін есіне алып, көз жасы моншақтап ағады. Содан полиция кеп, қылмыс жасалған жерден неге мәйітті алып кеттіңіздер? Бәрін құрттыңыздар. Қылмысты кім жасауы мүмкін деп Амиттардан жаулары жоқтығын естіп, көршісі Энтонимен ұрыста екенін біліп, не болғанын баяндап береді. Бірде Энтони итін іздеп, малар алып кеткенде болжап, оларды таппайды. Ал бала шынымен итпен су жағасына серуендеп, бірге ойнап уақыттарын өткізеді. Энтони таяғын ұстап есік алдында күтіп отырады. Малар итті көтеріп, өтірік оны осы күйде таптым деп қайтарғанда, ашуланған еркек өзіңе басқа ит асырап ал деп ұрсады. Бір күні Энтони итінің өлігін тауып, оны малар өлтірді деп кінәлап үйлеріне әкеледі. Бірақ әкесі ол үйде болды деп араша түсіп, малар итті көріп жылайды. Көршісі бәрібір бала өлтіргеніне сенімді болып, мен бұны ұмытпаймын деп кетеді. Осылай ол кегін алу үшін Шреяны өлтірді деген Амиттің ойымен полиция келіспейді. Осы жерде інісі Аджайды естіп, оның қайда екенін сұрайды тергеуші. Ол полицейлерді көріп, тығылып үйіне бармай қояды. Сөйтсе кезінде Аджай үйдің бір бөлігін алу үшін анасына құжатқа қол қойып бер деп келіпті. Қол қоймайтынын естіген жігіт ашуланады. Амит бұл үйді өзі такси айдап жүріп салғанын естиміз. Ал Аджай контрабандамен айналысыпты. Ағасы шығып, оның желкесінен ұстап, бұл саған түрме емес деп оны үйден қуып шығарады. Аджай ызаланып кетіп қалып, кейін қызмен кездеседі. Аджайға тек үй ғана керек. Ол әрдайым қыдырады, ішеді дегенде тергеуші, басқалардан сезіктеніп жатсыз. Ал сіз мәйітті қылмыс орнынан алып кеттіңіз. Неге деп полицейдің Амиттан күдіктене бастағанын түсінеміз. Сонымен Амиттің оқиғасы көрсетіледі. Отбасымен отқанда сөз арасында Шрея мен кімге ұқсағанмын деп сұрағанда, әкесі үнсіз қалады. Аналары ұйықтауға жіберіп, кейін күйеуіне енді олай жасама, ол біздің қызымыз десе, Амит ол біздің қызымыз емес деп күмәнданып, өзінен емес деп ойлап жүрген екен. Әйелі Бхавна ашуланып, екеуінің арасында ұрыс пайда болып, сол ұрысты балалары естіп отырады. Сөйтіп анасы қызының мәйітін полицейлерге бергісі келмей, Амит полиция сұрап жатыр деп қызын көтергенде, әйел шырылдап ұрып, бірақ оны арашалап алып қалады. Нет, пусти меня! Нет! Аджайды тауып, Энтони екеуін күдікті ретінде учаскеге алып келгенде, қарындасының өлген естіген жігіт Шрея деп айқайға салса, Энтони қорыққаннан бұтына жібереді. Аджайдың қызы Хина, Аджай ол күні менімен бірге болды, мен келгенде Шрея тығылу үшін бөлмеден шыққан болатын. Ал Аджай екеуміз оңашада қалдық деп, оның кінәлі еместігін алға тартып, жігітті учаскеден шығарып алады.
Энтониден сұрақ жауап алуды ойлап, оның аузына нанды тықпалап қинап, қызды неге өлтірдің деп тігінен сұраса, Энтони өлтірмегенін жеткізеді. Сіздің итіңізді өлтірді, ал сіз қызды өлтірдіңіз ба? Амиттің айтуынша сіз ол түні мазарда болыпсыз десе, иә болдым. Шреяның жасырынбақ ойнап жүргенін естіп, оған тығылатын жерді көрсеттім, сосын кетіп қалдым деп ақталады. Бірақ тергеуші сөзіне сенбей қайта нанды тықпалайды. Қызының қазасынан ауыр соққы алған ана әйтеуір орнынан тұрып, дәлізбен келе жатып, аяғы шалынып құлай жаздайды. Еденге қараса, Шрутти өліп жатыр екен. Екінші қызының өлгенін көрген ана жындыларша күле кетеді. Кейін төбеде қарап тұрған Аджайға назары түсіп күдіктенеді. Полицейлер саған үй керек пе деп Аджайды ұрып соғады. Бахавна еденді қаннан тазалау үшін тоқтамай жуа береді. Апасы кенже немересін көтеріп кеп, мен онда Снеханы шомылдырып келейін десе, әйел өзім шомылдырам деп алады. Сол уақытта шелек көтерген апасы тайып құлап, Бахавна қызын маларға ұстатып, апасына жәрдемге ұмтылады. Кейін малар сәбиді өзі шомылдырып жатқанда, не істеп жатсың деп әкесі кіріп кеп, қызын судан шығарып әйеліне тапсырады. Қайта оралып, бәрін түсінген Амит маларды жоғары шығарып, ешкім естімесін деп есіктерді жауып, қолына таяқты ұстап, сен оны батырмақ болдың ба деп таяқпен қорқытқанда, малар иә батырмақ болдым деп мойындайды. Осылай әке Шрея мен Шрутtiді де баласы өлтіргенін естиді. Олар менің қарындастарым емес, сен өзің анамызға солай айттың ғой, итті де мен өлтірдім деп бәрін растайды бала. Соны естіген әке басын ұстап жындыға айналардай отырады. Баласының қауіпті екенін білген ол шанышқы мен пышақ секілді өткір әрі үшкір заттарды жинап қоймаға апарып кілттеп тастайды. Түнде маларды бөлмесіне жібермей қасына алып жатады. Барабанда беріліп ойнап отырып саусағы қанап ауырсынып шкафта шығып тұрған шегеге көзі түседі. Қолын соған қатты жаралап әкесінің әсерін білгісі келеді. Алайда Амит оған мән бермей жұмысын істеп, бұл жарақаттан өлмейді деп отырады. Бірде түнде ұйқыдан оянған Амит баласының жоқтығын байқап, тез оны іздеп, Бахавна жаққа келсе, малар күліп, анасын балталап өлтіріп жатыр. Шок болған Амит шошып оянады. Сүйсе түссі екен. Қасында шынымен баласы болмай бөлмелерді қарайлап, малар болса апасының қасында жылаған сәбиге сүт бермекші екен. Әкесін көрген бала жымиып қояды. Полицияға тапсырайын десе, өз баласы. Содан біртүрлі болған әке не істерін білмейді. Энтони баласын әйелін ертіп, Амиттерге көңіл айту үшін келеді. Әйелі баласымен Бахавнамен кеткенде арттарынан малар ереді. Энтони Амитпен бірге қалып, әрдайым қасында екендігін жеткізеді. Малар Энтонидің баласымен шулап ойнағаннан кейін апасы далаға барып келіңдер деп екеуін жібереді. Сол кезде Энтони малар жақсы ойнайтын бопты ғой дегенде Амит шошынып, көршінің баласымен кеткенін естіген ол одан сайын үрейленіп, әр жақтан балаларды іздеп жүріп, әйтеуір оларды табады. Энтониге баласын беріп, келгендеріне рахмет деп үйлеріне қайтарып, маларға балаларға жақындаушы болма деп сес көрсетеді. Не болды деп әйел мен анасы түсінбейді.